Былғары қолғап шеберлері. Тыңдалым мәтіні. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін біз бокс спорты туралы, оның ішінде ел намысын қорғаған әйгілі былғары қолғап шеберлері жайында әңгімелейміз. Бокс күш пен ептілікті қажет ететін спорт түрі. Бұл спортпен айналысатындар жылдар бойы жаттығып, физикалық және психологиялық дайындықтарын шыңдайды. Қазақстанда бокс ерекше дамыған спорт түрлерінің бірі болып саналады. Біздің елдің боксшылары халықаралық аренада жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Елімізден шыққан ең танымал боксшылардың бірі Бақтияр Артаев. Ол 2004 жылы Афинада өткен Олимпиадада алтын медаль жеңіп алып, әлемдегі ең үздік боксшыға берілетін Вел Баркер кубогын иеленді. Оның жеңісі Қазақстанның спорт тарихындағы жарқын сәттердің бірі болды. Бақтияр Артаевтан басқа Серік Сәпиев, Геннадий Головкин, Василий Жиров, Бекзат Саттарханов сынды былғары қолғап шеберлері де Қазақстанның атын әлемге танытты. Олардың әрқайсысы Олимпиада, әлем чемпионаттары және халықаралық турнирлерде ел намысын абыроймен қорғады. Бокс тек спорт қана емес, ол тәртіп, төзімділік және қайсарлық мектебі. Боксшылар тек рингте ғана емес, өмірде де нағыз ерік-жігердің үлгісін көрсетеді. Қазақстандық бокс мектебі мықты дәстүрлерге ие, сондықтан еліміздің жастары осы спортқа қызығып, жаттығуларға белсенді қатысады. Болашақта қазақ боксшылары тағы да биік белестерді бағындыратынына сенімдіміз. Бұл спорт түрі біздің еліміз үшін әрдайым үлкен мақтаныш болып қала береді. Тыңдағандарыңызға рахмет.